Қияр көп, бірақ сіздер не істерін білмей жатсыздар ма? Онда мен соған бір шешім таптым. Біздің үйде ешқандай да қиярды тұздамаймыз. Жейміз тек қана, және де бұйырса қысқа сақтайын деп жатырмын. Себебі мен айтып тұрмын ғой, тұздамайтын болғасын сақтайтын жері керек, сол себептен оны не істерін білмеймін. Негізі егер қиярды былтыр сақтадым, теркадан өткізіп істедім. Ол мен өте қандай сулы болып кетті, пайдаға аспады. Сол себептен биыл басқаша істейін деп тұрмын. Яғни міне көріп тұрсаңыздар, алда міне китайский сорттарым, жаңа теріп келгендерім қаншамасы. Мысалы мыналар деген кішкене ашқылтымдау, жаңағыдай қаттылау. Сол себептен біз жейтіндеріміз мынандайларды кәдімгі осындайларды жеп тастаймыз. Ал мынандайларды болсақ, мыналарды уже мен басқаша істейін деп тұрмын. Яғни ол үшін қиярды аламыз, жуамыз, содан кейін кептіреміз. Кептіргеннен кейін барып дөңгелек қылып сыпсаймыз. Немесе басқаша істеуге болады. Бір кесіп, екі кесіп, китайский қияр болса, егер мынандай қиярлар болса, ортасына бір бөлсеңіз де жарайды. Себебі екі мына жағы бас жағы мен арт жағы кесілгендіктен сәл кішірейіп қалады. Содан кейін барып, жаңа корнишон деген салат бар ғой, жаңа етпен корейский салат, соған қиярдың жаңағыдай свежий түрі қосылады ғой, соған қосып жіберсеңіздер болады. Яғни қыстың күні сондай кезде. Ал жаңағыдай дөңгелек қол, жаңағыдай пиццаларға қоссаңыздар болады. Мен қыстың уақытында енді бізде тауық көп болғандықтан тауыққа беремін. Сол себептен мол-молдан істеп тастайын деп жатырмын. Ал кеттік. Міне жуып дайындап қойдым. Енді бұлардың барлығын сіздерде әбден сыртын кептіруге болады. Мен қазір жаңа мұздатқыш алған болатынмын. Мұздатқыш болған холодильник. Соған бөлек-бөлек салатыны бар, соны қазір сіздерге көрсетемін. Міне арнайы салатым бар. Көріп тұрсаңыздар, яғни осыған тек бөлек-бөлек салынады. Бұны да жақын арада көргеннен кейін таптық. Яғни осыған бөлек-бөлек, содан кейін барып мешокқа салып тастауға болады. Бір жола сіздерге көрсетіп жіберейін, нелер бар екен. Мына жерде енді майлар, творогтар. Мына жерде үйдің жемістері. Құлпынай бар, шиелер бар. Енді бұйыртса слива шығады. Сливаны қайыққа салатынымызды әзірге білмейміз. Бізде 2 морозильник болған, оны біреуін сатып жіберген болатынбыз. Сол себептен енді барымызша сыйғызуымызға тырысамыз енді. Соған қазір дөңгелек кесіп көрсетемін. Міне мынандай алып кесуге болады. Жаңа айтқанымдай, етпен қосылған жаңағыдай қияр қосылатын салат бар ғой. Ет, жаңа корейский ет. Соған міне осындай алып осылай қатырып шығамын. Содан кейін барып осыларды тек мұздатылған күйінде тек салып жібересіздер. Келесі дәл сондай, бірақ сондай қияр, бірақ мынандай қылып дөңгелек күйінде кішкене қалыңдау қылып тураймын. Көріп тұрсаңыздар, яғни қалыңдау қылып осылай пиццаларға тек үстіне осылай тек алып қойып салыңыздар. Дәмін шығарып, кәдімгідей күшті болып тұрады. Және де осылай тауықтарға бұйыртса беремін. Былтыр мен теркадан өткізіліп, және де кубик қылып істеген болатынмын. Кубикті қолдануға болады, ал теркадегі енді кішкене ерткен кезде су ағып, бүкіл витамин қалады. Сол себептен мен биыл енді осындай дөңгелек қылып қатырып жатырмын. Иісі де шығып тұрады, өте керемет болады. Міне дәл осындай көлемде мен барлығын салып шықтым. Міне осылай әбден бөлек кептіріп аламын. Содан кейін барып мешоктарға салып шығамын. Егер сізде осындай болмаса, әбден кептіріп алғаннан кейін жайлап мешоктарға араларын ашып, бір осындай бағытпен тек одноразовый жаңағыдай мешокқа салсаңыздар болады. Оның өзінде де бір-біріне жабыспайды. Егер үстіне қабаттай берсеңіз, әрине жабысып қалады. Сол себептен осылай бір слойдан салып шықсаңыздар қатпайды. Міне менде осындай жуалардың барлығын осылай кептіріп аламын. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, каналға жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен істеген нәрселермен бөлісіп отырамын. Сау болыңыздар.